Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте қытырлақ болып шығатын, дәмі кереметтей болған қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жиындарға да жасасаңыздар, дәл осы рецептімен 2-7 шығатын болады, яғни 14 штук шығатын болады. Сіздерге 2-9 керек болса немесе көбірек жасауыңыз керек болса, дәл осы рецептіні көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қатпарлы болып өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құямыз, тұз саламыз. Барлық керекті ингредиенттерді төменде видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Азырақ сұйық май салып, сосын осылай уксустан азырақ қана салатын боламыз. Уксус қаттамаңыз қытырлақ болып шығуына көмектесетін болады. Қоспасаңыздар да болады, бірақ азырақ осылай қосып жіберсеңіздер де болады. Онда аз-аздан қоса отырып, електен өткізе отырып, қатты жұмсақта емес, бірақ қатты да емес, орташа қамыр елеп алатын боламыз. Сосын демалдыруға жібереміз. 10 минуттай қамырымыз демалған соң, оның арасында илеуін қандыратын боламыз. Оның бетімен демалған соң, осылай 2-ге бөліп алып, бір бөлігін тағы да демалдыруға жібереміз. Екінші бөлігін жақсылап жұқа етіп жайып алатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама жаңадан келген қонақ болсаңыздар, тіркеліп өтіңіздер. Өйткені менің арнамда авторлық рецепттермен, тегін мастер-класстармен, өте пайдалы, өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай қамырымызды жайып алған соң, қатты ертілмеген, яғни микроволновкада немесе газде ертетін болсаңыздар да, қайнағанға дейін күтпей, кішігірім ғана ертіп алынған маргаринімізді жағып, орап алатын боламыз. Оны қайнатып, суы бөлініп, маргарины бөлініп кетудің қажеті жоқ. Онда біздің қаттамамыз өте қытырлақ, дәмді болып шықпайды. Осылай кішкене ғана ертіп, жағып, орап, морозильникке жіберетін боламыз. Екінші зуаламды да осылай орап дайындап алдым. Морозильникте қалағанша уақыт ұстауларыңызға болады. Мен бір түн ұстап, таңертең уже пісіріп, дайын етіп дастарханға ұсындым. Енді қаттамамызды пісіруге кірісетін боламыз. Осылай морозильниктен пісіруге бір жарты сағат қалған кезде шығарып қойсаңыздар, кішігірім жұмсап, өте әдемі болып тұрады. Өздеріңізде керекті бөлшектерге бөліп аласыздар. Менің табам үлкендеу болғандықтан кішкене үлкендеу бөліктерге бөлдім. Табаңызға байланысты бөліктерге бөліп алып, бетін жауып қойып, бірінен кейін бірін жая отырып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес етіп жайып алдым. Майды да көп құюдың қажеті жоқ. Кішігірім ғана құйып алып, вилкамен немесе қасықтың көмегімен айналдыра отырып, шеттерін көтере отырып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай пісіріп алатын боламыз. Негізінде қаттаманың пісірілу жолы болсын, арасында маргарин жағылу жолы болсын, өте жолдары көп. Кейбіреулер кішігірім зуаларға бөліп алып, әрқайсысын бөлек жайып, бөлек маргарин жағып, солай істеп жатады. Ондай кезде өте қалың болып қалады неңіз қаттамаңыз, сондықтан бұл өте қолжетімді әрі тез дайын болатын рецепт. Барлық қаттамаларды осы реттікпен бірінен кейін бірін пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің өте дәмді, қытырлақ болып шыққан қаттамаларымыз дайын. Құдай тамақ болсын, кез келген жиындарға ұялмай ұсынуға болатындай рецепт. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видео ұнап жатқан болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Жаңадан видео шыққан кезде сіздерге міндетті түрде хабарлама баратын болады. Ал қыз-келіншектер ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үйіңіздегілерге барлығына ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.